Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Бір маңызды нәрсе орыстың өтірігі. Орыстар біз бүкіл Украинаның қару-жарақ жүйесін істен шығардық. Бүкіл Украинаның бір ұшағы қалған жоқ. Бүкіл Украинада бір дрон қалған жоқ. Ойбай, түріктер берген ұшқышсыз ұшақтардың базасын жарып жіберді. Бір ұшқышсыз ұшағы қалған жоқ. Украинаның бірде-бір жаңа бомбалаушы ұшағы қалған жоқ. Бірде-бір тікұшағы қалған жоқ деген. Міне сол зарлап айтқаннан бері, ал енді қазіргі жарып жатқандардың барлығы не? Орыс өз өтірігін өз басына кеп дәлелденіп жатыр, бірақ соның өзінде де жан таласып өтірігін айтып жатыр. Енді ең бір сұмдығы Зеленскийдің қателігінен екен бұның барлығы. Зеленскийдің қателігінен Украин қырылып жатыр дегенді дәріптеп, ана Украин халқын Зеленскийге қарсы қойғанға тырысып жатыр. Бірақ оның барлығы бекер әңгіме. Соғыс кімнің жерінде болып жатыр? Украин жерінде. Кім сырттан келді? Орыс сырттан келді. Қазір енді орыстардың бұл өтірігіне халықтар да наразы болып жатыр. Қазір ағылшын тілді әлеуметтік желіде VPN арқылы шыққан орыстар жаңа бүкіл дүние жүзінен кешірім сұраймыз. Орыстар өстіп өтірік пропаганданы жүргізіп жатыр. Сіздер орыстарға қарсы жаңағы дұрыс ақпарат жеткізіңіздер деп оны айтып жатыр. Және бірі орыстар мынау әлеуметтік желіде интернетте шетел ақпаратын фильтрлеп дұрыс ақпарат ала алмағаннан енді радио тыңдауға көшкен. Қазір Ресейде радио сатылымы өте жоғары болған. Анау алыс аралықты, орта аралықты толқындарды тыңдайтын алыстағы шетелдің. Енді қазір мынау Еуропа мен Америкада қазір сол ана орыстарға қаратқан радио, орыс тіліндегі радиода күшті жұмыс істеп жатыр. Себебі ана өзінің орыстың телевизорын қойған көрмейтін болған. Интернет блокталған көре алмайды. Енді сол радиомен жатып алды. Әсіресе мынау қиыр шығыстағы, шеттеу аймақтағы орыстар сол күні түні мына Америка, Еуропаның мына Украин соғысы туралы орыс тіліндегі ақпараттарын көріп, орыстардың көзі ашылып жатыр дейді. Қазір мына орыс қоғамында әлеуметтік желіде ашық жазып жатыр. Радио тыңдаңдар деген сөз мода болыпты. Қайтадан телевизорды өшірген, қайтадан анау 60-шы, 70-шы, 50-шы жылдардағы сияқты. Радио елдің бәрі бір-бір радио алып алып, тіпті құлағында тыңдап жүреді. Сол мода болған елдің бәрі. Енді ол орыстар ана радионы тосатын өнерлері жоқ. Сонымен бұл орыстың былығы күннен күнге ашылып жатыр қысқасы. Ал енді басқа мынау ең масқара болғанда орыстар менен енді өлгелі жатқан орыстың аузына су тамызып түркішал шыға келді. Иә, түркішалдікі былай қарасаң өзінің халық үшін сияқты, оған түріктің жаңа азық түлігін орысқа сату керек, Американың, Еуропаның шегініп шыққан компанияларының орнын түріктің компаниясы алу керек, орыстың туристерін Анталияға шақырып, түріктің кәсіпкерлерін байыту керек дейді. Бірақ ол осы ісімен, осы қарекетімен Еуропа, Америкадан барған сайын алыстап жатыр. Ал орыстың өмірін ұзартқалы жатыр. Негізі орысты қансыратып өлтіру тактикасы еді. Ал мынау өлгелі жатқан орыстың аузына су тамызып отыр. Яғни біздің мынау қазақтың біразы жақсы көретін түркішал қазір бүкіл адамзатқа қарсы жұмыс жасап. Былай қарасаң, өзінің экономикасын өркендетпекші. Иә, өркендетек. Саған ешкім өркендетпе деп отырған жоқ. Соғыс болмағанда да түріктің экономикасын шатқаяқтатқан сол, лираны құнсыздандырған сол, түріктің халқы екі қолға бір жұмыс таппай тентіреп кеткен сол, діни немесе саяси көзқарас ұқсамайтындарды қудалап, тұтқындап, түрмеге қамаған сол. Міне Қытайдың арзан тауарын алып кеп, бүкіл түріктің тауар өндірушілерін банкрот қылған сол. Қытайдан миллиардтаған қарыз алып, түрік халқын Қытайға қарыз қылған сол. Енді кеп бүкіл дүние жүзінің жауы болған орыстың аузына су тамызып отыр. Міне адамзатқа қарсы жұмыс жасап жатыр. Түрік бауырларға жанымыз ашиды, бірақ түрік бауырларымыз көзін ертерек ашып, мынау сұмырайдан ертерек құтылмаса, түптің түбінде Түркияны орыс батқан батпаққа батырмақшы бұл. Ал енді бұл бүгін орыс бітті, шабуыл Қырымнан басталды дедік. Енді сол Қырымның көпірін жарып жіберсе, Қырым кәдімгідей құрттай жаңа құрлықтан бөлінген аралға айналып қалады. Сосын ары қарай сол Қырымның аралында қамалып қалған орыстарды асықпай жаңағы шетінен шашлық қып пісіріп жегелі отыр украиндар. Бірақ орыстардың қазір ыңғайсыз қалды екендігі, нашар қалды екендігі екі бастан белгілі болды. Әлгінде ақпараттық Раутерстан, Форбестен, Америка қорғаныс министрлігінен ақпарат аударып жеткіздік. Жағдай өте жақсы. Украинге қолдау күннен күнге артып бара жатыр. Орысқа қолдау күннен күнге азайды. Мына орыстың тіпті жаны шыққалы өлгелі жатқан кезде мына түркішалдан басқа ешкім қасынан табылған да жоқ. Енді Қытай туралы айтайық.
Ой, енді Қытай туралы айтайын, қысқа қайырайын, ұзақ қайырсам уақыттарыңыз жетпес. Қытайдың мынау сыртқы істер министрлігінің спикері Хуа Чуньин деген бір өсекші жалмауыз қатын бар, өтірікші суайды. Енді осы өтірік айтқанда көзі жыпық етіп кетеді тура. Ана Алматыда Қытай диаспорасының көсемі Омарәлі Әділбек сияқты жыпылықтайды. Екеуі осы біреу әпке, біреусі бауыр ғой деймін. Екеуінің де көзі жыпылық етіп өтірікті соғады деп. Сол Хуа Чуньин кеше бір сөзді Твиттерде ағылшынша жазып, ойбай, масқара болып жатыр. Ол Твиттерге ағылшынша жазған. Бүйтеді, Тайванда дейді, мына Байду дейтін Қытайдың мына спутнигі арқылы тексергенде, Тайванда бәленбай 100 Шандонның мынау пелмен асханасы бар екен, түгенбай кеспе жасайтын, Қытай көжесін жасайтын асхана бар екен. Демек, адамның дәм түйсігі алдай алмайды адамды. Шандун пелменіменен, тұшпарасыменен анау Қытайдың кеспесін жейтін себебі олар ана Қытайдың адамның дәмі өзін-өзі алдай алмайды. Ол жегісі кеп тұр. Ал Тайванның ежелден Қытайдың жері екендігінің дәлелі осы деп жазды. Енді ары қарай, енді ағылшынша Твиттер өртеніп кетті ғой. Бір қарасаң дыңғыр, екі қарасаң дыңғыр. Ол Твиттер жазып. Содан ағылшындар енді мазақтап жазып жатыр. Сөйтсе Қытайда 8500 KFC бар екен. Анау Кентаки дейтін ана бір шал бар ғой. Ана тауықтың саны мен сирағын үй жаңағы не деді? Майға шыжғырып беретін. KFC деген. Макдоналды деген. Ол Макдоналдыңнан бірдеңке, KFC-ден бірдеңке бар екен. Соны жаңағы елдер жазып жатыр. Онда сіз ана Тайбейда бірнеше жүз пелмен қанымен бірнеше жүз кеспе көже дүкендерін айтасыз. Онда Қытай бойынша 8500 KFC бар екен. Ендеше Қытай Американыкі ма деп жазып жатыр. Он тіпті біреу бүйтіп жазыпты. Сөйтсе Тайванда ол ана бірнеше жүз Қытайдың пелменімен кеспе дәмханаларынан тыс қанша дейді? 8000 ба 10.000 бір бәле Жапон дәмханасы бар екен. Енді Жапондар Тайванды 50 жыл биледі. Жапонның мәдениеті, Жапонның өмірі тайвандықтар әлде қайда Қытайға қарағанда жақын. Себебі олардың әніне дейін, фильміне дейін, көркем өнері барлығы Жапонға еліктеп кеткен. Тіпті Жапонмен халқы жақын. Себеп Жапондар өз жерде отарлық жүйе орнатқан жоқ. Тайвандықтарды өзін басқартты. Бірақ Жапонша оқу ағарту жүйесі, Жапонша мемлекет басқару жүйесі, Жапонша демократиялық жүйені орнатып кетті олар. Ал енді сол Жапондікі тіпті Қытайдікінен 100 есе көп екен. Жапон дәмханалары. Сонда айтып жатыр, онда жаңағы адамның дәм түйсігі өзін-өзі алдамайды, онда Тайван ежелден Жапондікі болды ма деп елдер қырылып жазып жатыр. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып.